Тойға шақырсаң кешігетін қазағым, біреу өссе өшіретін қазағым, тойда шулайтын қазағым, досын жатқа қимайтын қазағым, кредитті алып ап төлемейтін қазағым, депутат болып ап сөйлемейтін қазағым, ел даланың елігін атып алатын қазағым, машинаның жақсысын сатып алатын қазағым, бір жұмысты тапсырсаң тындыратын қазағым, Талдықорғанға бір дұрыс қыз келсе құлақтан теуіп сындыратын қазағым. Біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпанды басындырмаған елміз, басымыздан сөз асырмаған елміз. Досты сақтай білген елміз, дәм тұзын ақтай білген елміз. Асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл болам деп тумайды, анадан қыз туса, күн болам деп тумайды деп Қазыбек би бабамыз бекер айтпаған шығар ағайын. Ұлымызды ұяға, қызымызды қияға қондырып осындай бейбіт күні екі жастық тойын жасайтын елміз деп бір шапалақ ұрып қояйықшы. Мынау қадірлі ағайын, мүмкін болса, қазір барлықтарымыз оң қолдарымыз жоғары көтеріңіздерші. Мүмкін болса, осы үшін жанұя бақытты болсын дегендеріңіз. Енді оң қолдарымызды бастарымызға қойып, біреудің шаңырағына тойға келіп отырып, тыныш отырайық, тыныш отырайық деп бастарыңызды сипап қойыңыздар ағайын. Мынау осы тойға келем деушілер, келем деп келе алмай қалғандар, қаншама адамдар, 40 жаңағы мыңның 150 болып сіздерге болса, сондықтан да сөз тыңдайық. Кезінде Ақтанберді бабамыз айтқан аққуға жоқ, көл жетім, тыңдаушы жоқ, сөз жетім деп. Тыңдай білудің өзі үлкен өнер деген қазақтың баласымыз ағайын. Сондықтан да біз жетісу еріне, жетісу жеріне келіп отырған соң, жетісу халқыға сөз тыңдамаса, онда мен қайдан білейін. Аға, дұрыс па? Сондықтан да мына өз қазақтың қанына сіңген әдеті, мына дастархандағы адам тұрып алып, ана дастархандағы адаммен ішеді. Мына дастархан арағы нашар сияқты, ана жақтағы жақсы сияқты. Ағайын, барлық арақ бірдей. Барлық дастархан бірдей, сондықтан да өз орындарыңызға отырып, өз орнын алып қойып деп алыңыздар. Сіздер айғайлайтын, сіздер сөйлесетін уақыт береміз, сондықтан да мүмкін болса сөз тыңдайық. Осыған келіссеңіздер бір шапалақ ұрып қояйық ағайын. Қалай?
аңсар дұрыс болып жатыр ма? Келінжан қалай, дұрыс па барлығы? Гүленке қалай болды? Дұрыс па? Бірдеме онамай, ана мынау болып жатса, салфеткамен жазып жіберсеңіздер болады. Қадірлі ағайын, қазақ айтқан, 90-дағы адамды шақшасынан танимын, банкир болар баланы ақшасынан танимын. Шын дос болар баланы құшағынан танимын, бандит болар баланы пышағынан танимын. Мерген болар баланы атысынан танимын, 10 бала табады келінді жатысынан танимын деген екен атам қазақ. Келіндеріңіз 10 баланың анасы болсын, қадамы құтты болсын, дұрыс тілек айтайық деп бір шапалақ ұрып қойыңыздар шығар. Қазір ортаға үлкен біздің елдің қадірлі азаматтары, ел ағалары, елін есеппен емес, ессіз сүйген біздің қадірлі ағаларымызды ортаға шақырамыз. Алматы облысының іс шаруашылық әкімшілігінің бастығы Ғалым Қасымұлы отыр. Бір қошемет құрметпен ортаға шақырамыз. Және де Алматы облысы әкімінің көмекшісі Нұржан Тұрсынбайұлы отыр. Қошемет құрметпен ортаға шақырамыз. Алматы облысының спорт және туризмнің бастығы Мұхтар Тұрсынбайұлы, Мұхит Тұрсынбайұлы кешірім сұраймын. Үлкен қошемет құрметпен ортаға шақырамыз. Келіңіздер, құрметті қадірлі ағалар. Қош келдіңіздер, қадірлі ағалар. Қадамдарыңызға гүл өтсін дейміз. Енді бүгінгі тойда, бүгінгі шаңырақта, бүгінгі некелі тойда сіздермен бір дастарханда отырып, бір мейрамханада отырғанға біз бек қуаныштымыз. Сондықтан да тілек ниет өздеріңізде. Құрметті жиналған ағайын, үлкен кісі ағайындар, алыстан келген ағайындар, жаңадан келген бүгінгі құдалар, сіздерге мынау келген қадамдарыңызға гүл өтсін. Сіздердің отбасыларыңызда, семьяларыңызда осындай қуаныш, жақсылыққа, қуанышқа ғана бастарыңыз қосылып, осындай дастархан тек қуанышқа ғана жайылсын ағайын. Мынау енді бүгінгі береке семьяңызда, отбасыңызда мынау осындай үлкен қуаныш болып жатқан қуанышқа аңсар Тұрсынханұлы алыс сапарға кеткендіктен сіздерге біз арқылы сәлем жеткізіңдер деп бізді жіберген еді. Сондықтан сіздерге ол кісінің сәлемі, аманаты, осы екі баланың көтерген шаңырағы құтты болсын, босағалары берік болып, аңсаған армандарына жетіп, осы балалар кімнің баласы дегенде, осы сіздерменен, осы елдің, азаматтың, осы ауылдың, өздеріңіздің балаларыңыздай, осы балалардай болса екен деген жақсылыққа жетсін. Бастарыңызда бас қосып, әр уақытта қуанышқа ғана осы дастархандарыңыз жайып, жақсылықпен жақсылыққа ұласып жүріңіздер. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын, тойларыңыз тойға ұласын ағайын. Рахмет. Құрметті құда-құдағилар, қадірлі тауып, елдағы тәте, тойларыңыз құтты болсын. Аштараға келе алмай қалды, белгісі себептермен. Оған келінге балалар бақытты болсын, құрған шаңырақтары биік болсын, берекелері берік болсын, қызығын көрсін, бәрі жақсылық болсын деп тілек айтқан сол тілегімді жеткізіп сіздерге. Бәрі жақсылық болсын, қызығын көріңіздер, екі жас бақытты болсын. Кеш жарық, құрметті қауым, бүгін Байтұрғановтар әулетінде үлкен ақ түйенің қарны жарылған күн деп айтуға болады. Себебі барлықтарыңыз көріп отырсыздар, осындай әдемі міне келін алып келіп отыр шаңырақтарыңызға. Мен Байтұрғановтар сіздерге келіндеріңіз қыздай болып, осы шаңырақтарыңызда бақыт кетпесін алып, әрдайым бақытты қылып, өздеріңіз қызықтарын көріп, немере шөбере сүйіп отырыңыздар. Жаңағы белгілі бір осы Қазақстанымыздың отбасы болсын. Барлық жақсылық тілеймін. Құрметті қауым, барлықтарыңыздың үйлеріңізде де осындай той болсын. Мыңда бір рахмет. Үлкен қошемет, құрмет көрсетіп қойыңыздар. Біздің қадірлі ел ағаларына аман болыңыздар. Шаңырақтарыңызға той тілейміз. Үлкен қошемет, құрметпен.
Осындай елдің қадірлі азаматтары үшін алдарыңыздағы сусындарыңызды екі жас үшін бір көтеріп алып қоюға әбден рұқсат. Алып қойыңыздар, ішіп қойыңыздар, көтеріп қойыңыздар. Той құтты болсын дейміз, ардақты ағайын. Қадірлі ағайын, осындай әдемі ақ тілектен кейін, біздің ағаларымыздың, ел ағаларының тілегінен кейін ортаға шақырылатын әнші ұлдарымыз, осы біздің той егесі Емел ағамыздың сонау жылдардан бері жарты нанды жарып жеп, бүтін нанды бөліп жеп өскен жолдасы, қазіргі күнде Алматыда, жалпы осы Жетісуда, қазақ елінде үлкен кәсіпкер, аты үлкен әріппен аталатын біздің қадірлі ағамыз Тілеу ағамыз отыр. Bir шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Сол Тілеу ағамыздың ұлы, әрине Тілеу ағамыз қазақтың әр бараш үшін, қазақтың әр өнері адамымыз үшін жанын беріп, спонсор жағынан да аямай жүретін бір азамат. Сондай азаматтықтың арқасында қазақ Тілеу ағамыздың ұлы қазақтың патриоттық әндерінен бірінші орын алған, қазақ радиосының 90 жылдығында бірінші орын алған біздің үлкен қайнардай азамат өсіп келеді. Сол екі ағамыздың баласы жаңағы Аңсардың інісі болып келеді. Бір қошемет қорқыт көтеріп қойсаңыздар. Болашағынан үлкен үміт күттіретін біздің осы қайнар бауырымызға мен келесі әнді осы ұлды шақырып отырмын. Үлкен қошемет құрметпен алғайын. Емел аға, тойларыңыз құтты болсын.
Allah'a koşametle oturayım ağabey. Үлкен отбасы болып
Ал ардақтағы айналарыңызға ас қойдық, ерте болдық, бос қойдық деп мен ағамнан алып отырыңыздар. Той құтты, ар шаңыраққа жығысы болсын деген ниетпен. Мен жағамнан алып отырмыздар, ардақтағы ағайын. Мен енді мынау үлкен астың үстінде үлкен ағаларымызды, үлкен құда-құдағиларды, бас құда-құдағиларды ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Сіздер мені сөге көрмеңіздер, айыпқа бұйра көрмеңіздер. Ас кеп жатқан кезде сөз берді. Үлкен астың үстінде үлкен кісілерге тілек береді. Сондықтан да мен төрден орын алып отырған бас құдамыз Сайын атамызды, және де Жұман тәтемізді, Сәрсенбай тәтемізді, Сәрсенбала, кешіріңіздер, Ерғали, Райгүл, Нағашаға апасы, және де Олжан тәтемізді, Айымхан апамызды, Рашид, Гүлнар, Гүлзия, Ерлан, Ұлбала, бауырлары Райхан, Жанат, Гүлшат, Айгүл, Шолпандай біздің ұлы мәртебелі құда-құдағиларымызды ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Келіңіздер. Құрметті құдалар, қош келдіңіздер. Әрине біз үшін, жалпы біз үшін емес, қазақ елі үшін құданың жөні бөлек. Сондықтан да құданы құдайындай жинаған қазақтың баласымыз, қош келдіңіздер дейміз. Енді бір жақтан бір жанұяның атынан келген соң сіздер барлықтарыңыз бақыт тілеп келдіңіздер. Сондықтан да қосыла сөйлесеңіздер нұр үстіне нұр болады. Мен енді сіздер құда болған соң 3 адам, 4 адам сөйлесін деп айта алмаймын, өйткені сіздер құдасыздар, бірақ мен тек қана өтінем, қосыла сөйлесе, құрметті құда-құдағилар. Ал, кімнен бастаймыз? Аға. Үйдің жақсы болмаған ағашынан, баланың жақсы болмаған ағашынан келді. Мен мына Ақмаралдың туған нағашысы болам. Өзімнің жаңағы тұңғыш немерем. Міне бүгін үлкен жолға, бақыт жолына баттаған қадамы құт болсын. Бақытты болсын, екеуінің мейірбанды сыйласымды болсын. Тек қана өздерімен емес, ел жұртына, ата енесіне, ата-анасына екі жаққа да бірдей сыйласымды болып, Алла тағала осы адамды жаратқанда өзінің жаңағы мынау үш ғайып бар. Неке ғайып, нәсіп ғайып, бидар ғайып дейді. Мына осы бидар ғайып деген бұлар өмірінде бір-бірімен араласпаған көріскенменен бүгін бас қосып, бидарласып, той болып отыр. Сондықтан да мұны балаларын бақытты өмір сүріп, еліміздің мақтанышы болып, халқымызға үлгілі болып, тойға аласың, тойдан мен де қылмасын, жақсылыққа жалғаса берсін. Amin. Allahu Ekber. Eklasımızın toyu kutlu olsun. Ömür yaşlar uzak olsun. Densallıklar mıklı olsun. Gelegeler mıklı olsun. Şanaklar büyük olsun. Ömürde yaşlar yemin erkin sürekli жақсы olsun. Adamlarına nur жаусын. Жақсы отбасы болсын, үлгілі отбасы болсын басқаларға. Осылардан бізге жақсылық келсін, осы бәрімізге осындай той бола берсін, тойға ұласа берсін. Қадірлі ағайындар, осы отырған бәрімізге Алланың нұры жаусын. Ағасар мен Ақмарал, сендерді бүгінгі сан-береке күндерімен құттықтаймыз. Сендерге ұзақ өмір, биік босаға, биік шаңырақ дейміз, керегелерің кең болсын. Сүйгеніне қосылған қыз бақытты, сүйіп алған сұлуды ұл бақытты, екі
6 жастың тойында ән шырқаған ағайын туыс құда жер жағымыз бақытты деп осы сендерге тек қана жақсылық бола берсін деймін. Алланың нұры жауып қосақтарымен қоса ағайындар. Toylarımız toylasın. Kızağımın yüzü diyor şiddet değil mi? Bizde kurtarlarını koydular. Çağırdı. Bölümde. Rafa. Canan'da. Yahilere diyebilirler. Kudarının kudar olur. Biz durumumuzda. Kudarlarımız mümkünde. Diyor bir şiddet olsun. Buna yeteceğiz. Bütün gün kudarak değil. O sabahından durursun. Evine geliyor. Çocuğuna karar olsun. Ya o çocuğa çıkıyor. O bir türlü postlarını. Yanına. Vatanını yedince çağını girdi burada. Ya buna bakalım canlı burada. Ya. Yanına. Köpçülükte de olsunlar. Jackson değil. Yanına. Kastasın olsunlar. Cahiller olsun. Yedinler daha. Amin. Тиішім, қадірлі ағайын, тиішім. Ардақты ағайын, айтып алтайды жаңалаған қартайды болды ғой. Сіздер 300 сіздер, мен біреуімін ағайын. Мен де біреудің баласымын ғой, аясаңыздаршы кішкене. Аға.